Бәріне сәлем, бұл видеода біз жаздық жұқа матадан осындай белемше тігетін боламыз. Бұл белемшені тігу өте қарапайым, ешқандай оверлокты қажет етпейді, және де базалық лекала құрып выкройка жасаудың да қажеті жоқ. Ендеше тігуді бастайық. Ең бірінші қажетті құралдармен танысайық. Бұл белемшені тігудің екі жолы бар. Біріншісі астар салып тігу, екіншісі астар салмай тігу. Ол өзіңіздің қалауыңызша және сатып алатын матаңызға байланысты. Мен осы жолы осындай зығыр матасын сатып алдым. Жаз мезгіліне киюге ыңғайлы болу үшін. Қарап тұрсаңыз, бұл мата ар жақтан денені көрсетеді. Сол себепті де осындай батист матасын астарлы мата ретінде алдым. Егер сіздің матаңыз хлопок немесе ленның қатты формасы болса, сіз негізгі бір матадан да тіге аласыз. Маған негізгі мата қажет және астарлы мата қажет. Астарлы матаны таңдайтын кезде сіз осындай жұқа хлопок матасын ала аласыз. Менде бұл батист немесе штапель сияқты осындай жұқа матаны таңдай аласыз. Содан кейін түсіне сай бір жіп. Және белемшеміздің беліне осындай резинке қажет болады. Ені 3,5 см, ұзындығы 1 метр алсаңыз жетеді. Ендеше выкройкамызды жасап алайық. Бұл белдемшені тігу үшін біз өзімізден 3 өлшемді алуымыз қажет болады. Сантиметрлік таспамен біз қазір өзіміздің денемізді өлшеп, осы жерге жазатын боламыз. Ең бірінші өлшем оты. Бұл бізде обхват талии, белдің айналымы. Мына белімізді айналдыра өлшеп, қажет сантиметрді осында жазамыз. Менде ол 82 сантиметр. Екінші өлшем бізде ОБ, яғни бөксенің айналымы. Бөксеміздің ең шығыңқы жерін сантиметрлік таспамен айналдыра өлшеп, осында жазамыз. Менде ол 105 сантиметр. Содан кейінгі үшінші өлшем бұл бұйымның ұзындығы, яғни белдемшеміздің мына белден өзімізге қажетті ұзындығын өлшейміз. Мен мына белден бастап осы жерге дейін, яғни маған 80 сантиметрлік белдемше қажет, мен соны жазып қоямын. 80 сантиметр. Сіз оны өзіңіз мына белден бастап төмен қарай қажетті сантиметрді алып жазасыз. Ол сізде 40 сантиметр болуы мүмкін, 50 немесе 100-ге дейін ұзын болуы мүмкін. Бізге қазір выкройка құру үшін мына екінші, үшінші өлшем қажет болады, ал бірінші өлшем бізге мына резинкенің ұзындығын анықтап береді. Яғни мына резинкенің ұзындығы менде 82 сантиметр болады, ал ені менде 3,5 сантиметр. Менің осы жолы тігетін белдемшем 3 деңгейден тұрады, ал сіз оны қалауыңызша өзгерте аласыз. Мысалы, мынау сіздің беліңіз, сіз оны 5 деңгейге бөле аласыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Жаңағы бұйым ұзындығын, мысалы, менде 80 сантиметр болды ғой, соны 5-ке бөле саласыз. Немесе оны 3 деңгейлі етіп ала аласыз, менікі сияқты. Мысалы, мен қазір осылай жасаймын. Менде 80 сантиметрлік ұзындықтағы белдемшені біріншісі 20 сантиметр, екіншісі 30, үшіншісі 30 болғанын қалаймын. Солай жасаймын. Мен өзімнің белдемшемнің ұзындығын осындай 3 бөлікке бөліп қойдым. 30, 30 және 20 сантиметрлік етіп. Бізде осындай 3 деңгейлік белдемше болады. Мен бірінші деңгейді X деп белгіледім, екіншіні Y деп, үшіншісін Z деп белгіледім. Және мынау біріншісі бізде резинке тұратын белдігі. Осы резинке тұратын белдікпен мына бірінші деңгейдің ұзындығы бірдей болады. Оның ұзындығын енді анықтайық. ОБ қосылған 15 сантиметр. Ол бізде сонда обы бізде мінекей 105 сантиметр менде, қосылған 15 сантиметр тең 120 болады. Сіз өзіңіздің бөксе айналымыңызға 15 сантиметрді қосымша етіп беріп, өзіңіздің саныңызды шығарып аласыз. Енді бірінші деңгей мен екінші деңгей осылай сборка арқылы жиналады. Сборка әдемі тұру үшін біз белгілі бір коэффициентке көбейтеміз. Коэффициентті біз 1,5 деп аламыз. Бұл жерде сіз 1,3 немесе 2 деген ара қашықтықтағы кез келген санды ала аласыз. Мен ортасы 1,5-ті алдым. Енді Y-ті табайық. Y-ті табу үшін біз X-ті көбейтеміз 1,5-ге. X ол бізде мінекей 120 деген сан шықты. Сіз өзіңіздің саныңызды мында қоясыз. Менде 120, соны көбейтемін 1,5-ге. Ол менде 180 сантиметр шығады. Енді үшінші ярус бізде мына 2-ден де көп болуы керек. Сборка әдемі жатуы үшін. Оны біз Z деп алдық, яғни Z-ті шығарамыз. Z-тің формуласы Y көбейтілген 1,5. Y менде 180 сантиметр, 180-ді көбейтемін 1,5-ге. Ол менде 270 сантиметр шығады. Мінекей, мен өзімнің белдемшемнің мына ярустарының ұзындықтарын анықтадым. Енді мына ендерін анықтайын. Мына жерде бізде дайын түрінде осынша сантиметр. Енді тігіске жан-жағына 1 сантиметр береміз. Мінекей, 1 сантиметр етегіне, 1 сантиметр жоғар жағына. Сонда бізде ені 32 сантиметр болды. Деп жазып қоямын. Мынау ұзындығы, мынау бізде ені.
Енді мына ярустыңкы 1 сантиметр төмен жағына, 1 сантиметр жоғары жағына. Бұл жерде де бізде ені 32 сантиметр. Енді мына бірінші ярусқа келсек, мына жаққа 1 сантиметр тігіске және мына 1 сантиметр жоғары жағына. Мына жерде резинкенің мына енін аламыз. Ені бізде 3,5 сантиметр, еркіндік үшін мен 4 сантиметр етіп алам, яғни 0,5 сантиметр запас аламын, соны жазып қоям 4 сантиметр деп. Мінекей қосамыз 1 қосылған 20, қосылған 1 қосылған 4. Жалпы алғанда ені 26 сантиметр болады. Енді осы бөліктерді қиятын боламыз. Бізде матаның ені 1/40 болғандықтан біз тұтас 180 сантиметрді қия алмаймыз. Сол себепті де мына сантиметрлерді теңдей екіге бөлеміз. 60-тан, мына жерде 90, мына жерде 135 деген сияқты 2 штуктан 2 штук, мына жерден 2 штук және мына жерден 2 штук матаны қиып аламыз. Түсінікті болу үшін мен мына жерге қайтадан жазып қоямын. Бірінші ярус үшін бізге ұзындығы о деп жазып қоям 60, мінекей ені 26 сантиметр болатын 2 матаның бөлігі қажет болады. Екінші ярус үшін ұзындығы 90, ені 32 сантиметр болатын 2 матаның бөлігі қажет. Үшінші ярус үшін ұзындығы 135, ені 32 болатын 2 матаның бөлігі қажет болады. Бұл бізде негізгі мата үшін. Енді сіз мен сияқты астарлы матадан да тіккіңіз келсе, астарлы матаның ұзындығы мен енін анықтап алайық. Астарлы мата деп жазып қоямын. Мінекей біз негізгі матадан да, астарлы матадан да белдемшеміздің барлық бөліктерін қиып алдық. Енді тігуді бастаймыз. Ең бірінші біз мына әр ярусты жеке-жеке жан тігістеріне қосып тігетін боламыз. Әдетте біз 2 матаны теріс қаратып жанынан тігетінбіз, бірақ біз осы жолы закрытый шов әдісін үйренеміз. Ол дегеніміз ең бірінші матамызды, мынау біздің ең бірінші ярусымыз, қысқа ярусымыз. Мынау бізде теріс жағы. Мынау теріс жағы. Әдетте біз мына теріс жағын бір-біріне беттестіріп осылай тігетінбіз, бірақ біз сапалы тігу әдісін меңгеру үшін мынау екеуі теріс жақ ғой, енді біз оң қаратамыз. Осылай оң жағынан қазір жан тігістерін түйреп аламыз. Матамыздың оң жағы, мынау оң жағы. Қазір оң жағынан шетіне 0,5 сантиметр жеткізбей осылай тігіс жүргіземіз. Енді матаны теріс қаратамыз. Теріс қаратамызда, мына жерді қазір 1 сантиметр жеткізбей түйреміз. Енді мынау біздің матамыздың теріс жағы, шетіне 1 сантиметр жеткізбей осы 2 бөлікті тігіп аламыз. Сонда бізде белдемшеміздің теріс жағынан осындай тігіс пайда болады, ештеңе көрінбейді. Ал оң жағынан қарапайым тігіс, теріс жағынан ешқандай сетінеген жіптер шықпайды, оверлоктаудың да қажет жоқ. Енді барлық бөлікті, яғни мына екінші бөлікті, үшінші бөлікті және астарлы матаны тура осы әдіспен жан тігістерін тігіп аламыз. Теріс жағынан жан тігістері осылай көрінеді. Мінекей оң қаратамыз, осылай жатқызамыз. Енді бізге мына екінші бөліктің, ұзын бөліктің жоғар жағына шетіне 0,5 сантиметр жеткізбей 4 миллиметрлік ұзындықта тігіс жүргіземіз. Сол тігісті тарту арқылы сборка жасаймыз. Яғни мына бөлікке сай болуы керек, сборка арқылы солай тігетін боламыз. Тігістің ұзындығын 4-ке қоямыз. Басында соңында закрепка бермейміз. Мінекей шетіне 0,5 сантиметр жеткізбей 4 миллиметрлік ұзындықта закрепка бермей тігіп алдық. Бұл бізде көмекші тігіс болады сборка жасау үшін. Біз оң жағынан тіктік, енді теріс жағынан, теріс жағындағы жіпті тарту арқылы жиыратын боламыз. Осы кезде жіпті үзіп алмаңыз, әйтпесе істеген ісіміздің барлығы бекерге кететін болады. Осылай асықпай жиырамыз. Ең бастысы мына ұзындыққа сәйкес келсе болғаны. Содан кейін мына жан тігістерін бір-біріне беттестіреміз. Осылай. Инемен осылай тігінен түйреміз. Енді екінші жақтағы жан тігістерін беттестіріп аламыз.
мінекей осылай сборкаларды толықтай бір келіп кетіп жатқызғаннан кейін мына сборканың үстінен шетіне 1 сантиметр жеткізбей закрепка беріп, реверс батырмасын басып айналдыра тігіп шығамыз. Содан кейін егер сізде оверлок жоқ болса, мына екі припускты тігісті зигзагтап шығасыз. Егер оверлок болса, оверлоктап шыққан дұрыс. Мінекей белдемшеміздің 3 бөлігін қосып тігіп алдық. Мына тігісті оверлоктадық. Егер сізде оверлок жоқ болса, зигзагтап шықсаңыз болды. Содан кейін тігісті жоғары жаққа қаратып үтіктеп алдық. Енді бізге мына етек жағын қайырып тігу керек болады. Біз бұл жолы осындай жұқа матаны московский шов әдісімен тігетін боламыз. Московский шов тігісі ол қандай тігіс? Ол біз бірінші мына етекті төмен жағынан 0,5-ке қайырамыз. Сосын мына шетіне 1 мм жеткізбей айналдыра тігіп шығамыз. Содан кейін мына артық сетінеп тұрған жердің бәрін қайшымен қиып, екінші рет бүктеп, сол тігістің үстінен тігу. Егер сізге осы московский шов тігісін тігу қиын және ұзақ болатын болса, сіз бірінші 1 сантиметрге, одан кейін 1 сантиметрге қайырып, мына шетінен тіге аласыз. Ол қалауыңызша. Мінекей осындай бір тігіс жүргізіп алғаннан кейін, осындай кішкентай қайшының көмегімен мына жіптің арғы жағындағы, тігістің арғы жағындағы матаны толықтай түбіне дейін қиып тастаймыз. Айналдыра етегін осылай қиып шығамыз. Содан кейін мына жерді тағы да бір бүктейміз. Сосын алдындағы тігістің үстінен қазір айналдыра тігіс жүргіземіз. Мінекей белдемшеміздің етегі осындай әп-әдемі болып шығады. Жазық жұқа маталарды осындай әдіспен өңдеген нәзік көрінеді. Сіз де солай тігіп көріңіз. Енді белдемшеміздің жоғары жағын өңдейік. Астар салмай тігетін болсаңыз, белін қалай өңдейміз? Ол үшін біз мына жоғары жақты бірінші 1 сантиметрге қайырамыз. Содан кейін мына резинкенің ені сізде неше? Сонша сантиметрді бүктеп қайырасыз. Мысалы, менде 3,5 сантиметр болса, мен шамамен 4 сантиметрді осылай алып бүктеп қайырам. Сосын үтіктеп шыққаннан кейін тігін машинасында шетіне, мына шетіне 1 мм жеткізбей айналдыра тігемін, бірақ 5 сантиметр арақашықтықты ашық қалдырам, тікпей қалдырам. Ол жерден резинкені өткізетін болам. А резинкенің мына ұзындығы менің белімнің айналымы. Ал сіз өзіңіздің беліңіздің айналымын өлшеп алып қиясыз. Содан кейін ине түйреуішпен айналдыра өткізіп болғаннан кейін жаңағы арақашықтықты тігіп тастайсыз. Ал егер астар салып тігетін болсаңыз, астарды алып келеміз. Мінекей мынау менің астарлы матам. Мынау оң жағын оң жағына беттестіріп кіргіземіз. Мінекей осылай. Мына жан тігістерін беттестіреміз бір-біріне. Мінекей осылай. Түйреп аламыз. Және мына жағынан да тура жан тігістерін бір-біріне беттестіріп түйреміз. Мінекей айналдыра осылай түйреп алғаннан кейін шетіне 1 сантиметр жеткізбей закрепка беріп тігіп шығамыз. Ішінен де сыртынан да өте сапалы белдемше шығайын деп тұр. Енді бізге мына резинкені өткізу үшін мына жерге белдік жасауымыз керек болады. Ол үшін мінекей тігістен жоғары қарай мына резинкенің ені менде 3,5 ғой, ал мен шамамен 4 сантиметрді аламын. Яғни үтік үстеліне барып, қазір 4 сантиметрді толықтай үтіктеп шығам айналдыра. Содан кейін мына жерді көктеп алсақ та болады, немесе инемен түйреп аламыз. Сосын сол 4 сантиметрлік арақашықтықты осы жерді толықтай тігіп шығатын боламыз. Бір 10 сантиметр арақашықтықты ашық қалдырамыз резинкені өткізу үшін. Мінекей мен тігісім мына жерден басталған екен, мен қазір осы жерден аяқтаймын. Енді астарлы матаның етек жағын өңдейік. Ол үшін бірінші 1 сантиметрге, содан кейін 1 сантиметрге қайырып, қазір шетіне 1 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Мінекей мынау біздің резинке тұратын орнымыз. Мінекей мына жер бізде тігілмей қалды. Мінекей мынау менің резинкем. Осындай түйреуішті алып, мына екі ортадан өткізетін боламыз айналдыра. Енді мына резинкемізді бір-біріне айқастырып, осылай зигзагтап тігіп шығамыз. Резинкемізді өткізіп болғаннан кейін мына аралықты қазір тігіп тастауымыз қажет болады. Ол үшін осылай инемен түйреп аламыз бірінші. Сосын тігін машинасында тігіп шығамыз. Және де алдағы уақытта белдемшемізді кию барысында резинкеміз айналып қайырылып кетпес үшін мына жерден 2 тігіс жүргізсек болады, яғни жан тігістерінің үстінен 2 тігіс жүргіземіз. Мінекей осымен біздің жаз мезгіліне арналған жұқа матадан тігілген, ешқандай выкриканы, оверлокты қажет етпейтін белдемшеміз дайын болды. Осы жолы мен астарлы матадан тіктім. Ішін қараңыз, өте сапалы шықты, ешқандай артық жіп жоқ, ештеңе кедергі жасамайды. Егер сіз астарлы мата қоспасаңыз да, сізде бұл жер тап-таза өңделуі керек. Мінекей складкалары әдемі түсті, ярустары.
және осы жолы біз етегіне люкс тігісін тіктік. Московский шов деп айтады кейде. Мінекей. Ал астарлы матаны жай 1 сантиметрге қайырып тіге салдық. Астарлы матаның тігісі де сапалы. Міне көйлегіміз белдемшенің жан тігістері де сапалы тігілді. Егер сізде оверлок болмаса, осы жерді ғана зигзагтау қажет болады. Қалған жердің барлығын біз тігін машинасының түзу тігісімен тігіп шықтық. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Сіздер де тігіп көріңіздер және нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлхан. Келесі кездескенше.